Ассаламу алейкум. Жастар ТВ телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда мен Мұхтар Умбетов. Дәслеп бүгінгі бағдарламамыздан орын алған хабар һәм жаңалықтардың қысқаша мазмұны менен танысың. 21 март Улума халықлық Наурыз байрамы мөнәсәбәтіменен пайтақтымызда өткерілген иләжлардан репортаж. Пайтақтымызда жайласқан Жастар орайы мұраты алдында байрам иләжлары өткерілді. Нүкіс қаласына 25 км ұзақта жайласқан Бестөбе махаллесінде де Наурыз байрамы көтеріңкі рухта күтіп алынды. Бүгінгі бағдарламамыз дауамында ұслар хақында толық мағлұмат береміз. Осы жылдың 20 март күні Нүкіс қаласындағы бірнеше орындарда жасару һәм жаңалану аямы болған Наурыз байрамы сейілері өткерілді. Дәслепкі репортажымыз ұс хақында. Гүллән халқымызды Наурыз аямы менен шын жүректен құттықтаймыз. Хаммеде Наурыз кейпияты, har күніміз Наурыз болсын. Ел башыларымыз аман болсын, аспанымыз ашық, ырзқы несібеміз мол болсын. Наурыз байрамы хаммеге құтлы мүбәрек болсын. Бағдарламамыз давам етеді. Наурыз байрамы тамашалары республикамыздың har bir махаллесінде көтеріңкі рухта белгіленбекте. Нүкіс қаласынан 25 км ұзақта жайласқан Бестөбе елатында да байрам мөнәсәбәтіменен бірқатар иләжлар өткерілді. Махалле тұрғыларының болса күйеуіл кейпияты жоғары дәрежеде. Осы орыннан таярланған мобиль репортажды назарыңызға ұсынамыз. Осы жылда президентіміз инсан қадірін ұлығылау һәм белсенді махалле жылы деп атағаны да тосыннан емес. Себебі бүгінгі күн нәбесі har bir махаллеге жетіп бармақта. Сол қатары байрам иләжлары да махаллелерде көтеріңкі рухта өткерілмекте. Нүкіс қаласындағы Бестөбе макам бұқаралар жиыны аймағында өткерілген байрам сейілдері де бұған айқын дәлел бола алады. Дәслеп Бестөбе макам бұқаралар жиыны басылығы Тимур Жұмамұратов һәм махалледе жайласқан 30-шы салы Улума білім беру мектебі директоры Арзугүл Қосшанова һәм бірқатар басшылар сөзге шығып, Наурыз байрамының кіріп келуіменен жиналғанларды қызғын құттықтады. Атап келтірілгеніндей, мектептің 5-ші класс оқушысы Гүлсаним Ибадуллаева пән олимпиадасында 3-ші орынды иеленгенлігі және бір байрам сауғасы болды. Иләж дауымында жеңімпазға диплом һәм медаль салтанатлы түрде тапсырылды. Оқушы жастар тарапынан атқарылған қосу һәм намалар жиналғанларға хақиқи байрам кейпиятын әнәм етті. Мағлұмат орнында атап өтуіміз керек, бүгінгі күнде махалледе қожалық саны 461-ді. Халық саны болса 2200-ді құрайды. Әзел-әзелден халқымыз милли үрпәдет, салт-дәстүрлерге жүдә бай. Солар қатары милли халық ойынларына да. Сондай-ақ байрам сейілі дауымында аймақ тұрғынлар арасында қашарман, арқан тартыс, тас көтеру сияқты милли ойынларымыз өткеріліп, har bir қатнасушы өз күшін сыннан өткерді. Жеңімпазларға болса ақшалай сыйлықтар тапсырылды. Ер балалар арасында өткерілген волейбол жарысы оғада қызғын белдесулерге бай болды. Тек арынан 3 команда өзара белдескен жарыста қатнасушылар біріншілік үшін күш сынасты. Жеңімпазлар шөлгемлестірушілер тарапынан мұнасып қошаметленді. Әлбетте, бұндай иләжлардың көплеп өткерілуі тұрғынлардың кеуілін көтеруіменен бірге жастардың бос уақытының мазмұнлы өтуін тәмінлейді. Бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз ұсылардан ібарат еді. Тыққан қымбаты башын рахмет, қош, сау, саламат болың.